Кайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен домалақ бауырсақтардың рецептісімен бөлісемін. Өте нәзік әрі жылдам дайындалады. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су қажет. Жылы сүтіміз бен суымызды араластырып ыдысымызға құямыз. Оның үстіне қант және тұзымызды салып, қант пен тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне аштығымызды саламыз да бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Оның үстіне сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымыз бен бір шай қасық қосқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ емес, өте қатты емес, орташа болуы шарт. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болған соң, оны сұйық маймен жайғанымыз абзалырақ болады. Қамырымызды бөлшектерге бөліп, тындырып қойып қоямыз да сұйық майымызды жағып, жайып шығамыз. Онан соң оны домалақ стаканмен не болмаса кесемен кесіп, осылай домалақ бауырсақтың формасын келтіреміз де бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Онан соң қызып тұрған майымызда екі жағы қызарғанша аунатып пісіріп аламыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Және де газет төсеп, бауырсақтарымызды тізіп қойсақ болады. Себебі біздің артық майымызды бауырсақ өзіне сіңіріп алады. Міне, жасап көріңіздер. Өте дәмді бауырсақтар